сіз сөз бастамаған әлемде ешкім. Армысыңыз кешке келген төрге елім, жасымнан қара сөз деледім. Аман салу сұрасу қазаққа тән, көргенім армысыңыз көрмегенім. Ақсақалдар шын басында ақ шыңарым, бабамнан бата тілек бақ сұрадым. Көк бөрінің ағайын ұрпақ едік, қыр басынан айтатын қасқыр әнін. Бүгінгі концертке қош келдіңіздер. Төрдегі жайсаң менен жақсыларым деп Шоқпар Тоғай селосының 39 түлектерінің 20 жылдық концертіне қош келдіңіздер. Бәрекелді, ассалаумағалейкум. Шынымен болатана дұрыс айтып отырсыз. Бүгін шынымен дүбірлі той. Біз бір ай бойы осы тойға дайындалып, бүгін міне таңертеңнен бері бәйге, топ бәйге, аламан жарыс, күрес өткізіп, үлкен дүбірлі тойдан куәсі болып отырмыз. Міне бүгінгі кеш барлық осы Шоқпар Тоғай елді мекенінің тұрғындарына және 3-ші орта мектептің 39 түлектерінің 20 жылдық мерей тойына арналған гала концертімізге қош келдіңіздер. Соныңызша бүгінгі кештің жүргізуші Базашоқ Азизхақ театрының актері Қайрат Әділгерей, сіздердің қошеметтеріңізбен қойдықтар. Және де менің Шеркеш ағам Болата. Құрметті қамдар емесілі, құрметті кеңшілой, сонын болса Шоқпар Тоғай селосының тұрғындары, қонақтары, енді кешімізді жақсы бір тамаша әуенмен, алтынның қолда барда қадір жоқ дегендей, мынау алыстан келген әншілерге өзіміздің сәлемдемеміз болсын, өзіміздің жергілікті тәтті әншілерімізден бастағанымыз орынды болар деген оймен ортаға жақсы бір тамаша кешіміздің той бастар әні дәмелі сары қыздарымызға қаттыра қол соғып қошеметті жібереміз.
Сіздердің қошеметтеріңіз Дәмеле Сарова. Құрметті кеңжолайлықтар, әрмен қарай алыстан келген аса да сыйлы құрметті қонақтарымызға тағы да қош келдің әні жалғасуда. Олай болса өзіміздің ортаға тағы да батысымыздың мақтанышы Астана мен Алматыға біздің кең жылойымызды көркейтіп жүрген Әлбек Темірхан мырзаны қол соғып қошеметтеп ортаға шақырамыз.
қошеметтеріңіз, құрметті қамдырмемізлар, құрметті кең жыл ойлықтар. Жалпы әр ауылдың өзінің тәтті әні болғаны жақсы. Осы кең жыл ой деген әннің мағынасы мазмұнды бәріңізде түсініп жатсыздар. Төрінде қонақ болғандар әніне қосып кетеді. Осы әнге ат салысып, осындай тәтті ән неге кең жыл ойдың әні болмасқа деген ой туғызып, осы әнді жарық дүниеге шыққанын жақсы көріп отырған, соны шығарған, орындаған Әлбек Темірхановқа, ал осы әнді ат салысқан Бақытжан Достановқа қол соғып қошеметтеп жібереміз. Ал енді құрметті қамдырмен мырзалар, құрметті кең жылылықтар, Шоқпар тоғай тұрғындары, әрине қонақтары. Енді кештің құттықтау сөзі бар. Рұқсат болса, сол бетке қарай жол жүреміз. Олай болса, ортаға Жылой ауданының әкімнің орынбасары ортаға Жәрдем Бақұлын қол соғып қошеметтеп ортаға шақырамыз. Сіздердің қошеметтеріңізбен. Шапалақ құрмет қошеметтеріңізбен ағаларымызды, ел ағаларын ортаға шақыруға рұқсат етіңіздер. Жергілікті тұрғын, Ассалаумағалейкум. Батыс өңірінің белгілі ақыны, Шоқпар тоғайдың жалауы Салават Исақаев мырзаны ортаға шақырамыз. Салават Исақаев. Сәке. Сонымен қоса жергілікті тұрғын 3-ші мектептің түлегі Достан ата шаруашылығының төрағасы мәслихат депутаты Сейітжан Қапалын ортаға шақырамыз. Барша аты талған ағаларымызды шапалақ құрмет қошеметтерін сахна төріне шақыруға рұқсат етіңіздер. Сонымен құттықтау сөз кезегі Жәрдем Бақұлында. Қадірменді ауылдастар, мерекелік кеш баршаңызға құтты болсын. Қайырлы кеш, құрметті ағайын. Қош келіп жатсыздар, құрметті қонақтар. Біздің ауданымызда бір жақсы дәстүр соңғы уақыттарда қалыптасқан. Әрбір жылдары өз мектебінің түлектері белгілі бір уақытта өзінің алтын ұя мектебіне, өзінің туып өскен еліне, ауылына бір ерлікті сатқарып, естелік қалдырып, әлеуметтік мәдени бағыттағы игі шараларын атқарады. Міне бүгін сіздермен бізге барлығымызда осы Шоқпартай ауылында өткізіліп жатқан ауылымыздың мектебінің 20 жыл болған түлеп шыққандарына 39 жылғы түлектердің мынау бүгінгі ұйымдастырып жатқан күні бойғы игі шарасына өздеріңізбен бірге куә болып отырмыз. Үлкен рахмет сіздердің атыңыздан, аудан әкімшілігі атынан. Сонымен қатар бізді бір өте үлкен қуанышқа бөлегені, өздеріңізде бүгін күні бойы куә болдыңызда, осынау игі шараға Париза Оңғарсын апамыздың айтқан бір жақсы сөз бар екен. Бірлік жоқ жерде байлықта берекесіз, бауырмалдық жоқ жерде бақытта келді деп. Осынау күні бойы Шоқпартоғай жерінде ұйымдастырылған таңертеңгі бәйгеден бастап барлық шаралар, осы ауылымыздың барлық шаруа қожалықтары, кәсіпкерлері, мектептеріне 10 жыл болған түлектер, мектептеріне 20 жыл болған түлектердің барлығының, ауыл тұрғындарының барлығының бірлігімен, бірлесуімен ұйымдастыруын өткізді. Ауылдық халқын бір серпілтіп, қуанышқа, көңілді мынандай кешке ұластырды. Сондықтан да мен тағы да сіздердің атынан ол кісілерге ризашылығымызды, аудан әкімшілігінің сіздердің атынан ризашылығымды тағы да білдіре кеткім келеді. Осындай шара кештердің арты емес, алдағы уақытта да жалғаса беруін біз тілейміз. Соған кейінгі ұрпақтар, кейінгі жастар, кейінгі түлектер одан ары қарата жалғастыра береді деп сенеміз. Сонымен қатар өздеріңіздің мына Маңғыстаулық Сабыр Адай деген ақын ағамыздың айтқандарын білесіз. Әрбір қазақ менің жалғызым деген. Сондықтан да осындай күндердегі біздің бір-бірімізге деген бауырмалдығымыз